Ұстаз қандай қасиетті сөз. Әр адамның жүрегіне ерекше жылулық беріп, нұр себетін аяулы тұлға. Адам баласының жүрегінде қадір тұтып, құрметтейтін екі ұғым болса, соның бірі ұстаз. Ұстаз әр адамның жанына білім дәнін сеуіп, әр шәкіртін аялап, өмір атты шексіз ғаламға топшысын қатайтып ұшырады. Дәлірек айтсақ, адамды өмір сүре білуге тәрбиелейді. Сол үшін бойындағы асыл қасиеттерін шәкірттеріне сіңіріп тер төгеді. Ұяда не көрсең ұшқанды соны ілесің демекші, өмірге бағдар беру, болашаққа нық сенімді азамат тәрбиелеу ұстаз парызы. Мен де ұлағатты ұстаздың тәрбиесін алып келе жатырмын. Мен Жұмаканова Динагүл Ермек қызы Алматы қаласындағы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетін тамамдап, алғашқы еңбек жолымды Іле ауданы номер 9 орта мектепте, қазіргі уақытта Жетісу облысы Талдықорған қаласы Барлыбек Сыртанұлы атындағы номер 25 орта мектебінде информатика пәні бойынша еңбек етудемін. Жалпы еңбек өтілімім 13 жыл. Педагог сарапшы. Әкем Жұмаканов Ермек Касенханұлы Іле ауданы Өтеген Батыр кентіндегі номер 38 мектеп лицейінің көркем еңбек пәнінің мұғалімі. Жалпы педагогикалық өтілі 40 жыл. Республикалық облыстық жетістіктері бар. Анам Альписова Сауле Айсаевна Іле ауданы номер 9 орта мектебінде физика пәнінің мұғалімі, еңбек өтілі 30 жыл. Бауырым Жұмаханов Дәурен Ермекұлы Қонаев қаласындағы спорт мектебінде жаттықтырушы қызметін атқарады. Ұстаздан шәкірт озар демекші, шәкірттері облыстық республикалық жарыстардың жүлдегері. Шынықсаң шымыр боласың демекші, дене жаттығуы адам баласына қашанда пайдалы. Күні бойы өзіңді сергек сезініп жүрудің бір тәсілі спорт екенін үнемі айтып отырады. Келінім Бейсебекова Мақпал Мұхитқызы Іле ауданы Өтеген Батыр кентіндегі номер 38 мектеп лицейінде дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Спорт саласындағы жетістігі самбодан мастер спорт. 2 қыз, 1 ұл тәрбиелеп отырған отбасы. Қазіргі таңда жастарға үлгілі көрсететін спортшылар отбасы деп атауға болады. Мен ұстаздар отбасында дүниеге келіп, тәрбиеленіп, ұстаздық жолды таңдағанымды мақтаныш тұтамын. Отбасымыздың негізгі ұстанымы берік қалыптасқан татулық, сыйластық пен сүйіспеншілік.